Сәлем достар, бүгін кәріс елінің көксей тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен кез келген ет түрін алып, мендегі сиыр еті, қалыңдығы 1-2 см болатындай етіп ұзынша тураймыз. Еттің тек жұмсақ бөлігін қолданамыз. Егерде май немесе шандыр болатын болса, кесіп алып тастаңыздар. Қиярды ұзынша етіп ұсақтап тураймыз, немесе үккіштің көмегіне жүгінсеңіз болады. Қиярдың дәмдеуіштермен қоспасы вече салаты деп аталады. Вече салаты үшін 1 ас қасық қант, 1 ас қасық сары май, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық 9% асханалық сірке суы және де дәміне қарай соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де ұсақталған 1-2 сарымсақты қосамыз. Орам жапырақты ұсақтап турап, үстіне 2 шай қасық паприка және де 2 ас қасық 9% сірке суын қосып, жақсылап араластырамыз. Орам жапырақтың кез келген түрін пайдалансаңыз болады. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық сұйық май құйып, үстіне етімізді салып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, қызартып қуырамыз. Қуырылып болған соң, еттің бетін жабатындай жылы су құйып, дайын болғанша бұқтырамыз. 3 жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң жұмыртқалардан жұқа құймақ дайындаймыз. Дайын болған құймақтарымызды орап, жіңішкелеп тураймыз. Тағамның сорпасы үшін қызанақтарды жұқалап тураймыз, немесе блендердің көмегіне жүгінсеңіз болады. Кинза аскөгін дәл солай жұқалап турап аламыз.
Енді ыстық сорпаға кинза және де қызанақтарымызды қосамыз. Кез келген сорпа түрін қолдансаңыз болады. Менде сүйек сорпасы. Сорпаға 2 ас қасық 9% сірке суы, 3 ас қасық соя соусы, кориандр, дәмдеуші, паприка және де дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Көкси тағамын ыстық немесе салқын күйінде де тұтынсаңыз болады. Негізі көкси тағамы тек салқын күйінде ішіледі. Енді тағамды жинауға кірісеміз. Ыдыстың ең төменгі бөлігіне лапша салынады. Содан соң орам жапырақ, қуырылған ет, қиярдан жасалған вече салаты, жұмыртқа құймақтары және де ең соңында дайындалған сорпамызды құямыз. Осымен біздің көкси тағамымыз дайын. Егер де жаздың күні ыстық тағам жегіңіз келмесе, онда салқын көкси тағамы сізге керемет айырбас болып келеді. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.